Сәлеметсіздер балалар, қалдарың қалай? Бүгін біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі. Бүгінгі тақырып жазып қойық. Электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі. Біздің сабағымыздың мақсаты электр өрісі және оның күштік сипаттамасы ұғымдарының физикалық мағынасын түсіндіру, электр өрісінің күш сызықтары арқылы графиктік кескіндеу. Өткен сабақ бойынша сұрақтар қойып, нүктелік заряд дегеніміз не? Кім айтады? Нүктелі заряд берілген жағдайда өлшемдерін ескермеуге болады. Зарядталған дене. Өлшемдерін ескермеуге болатын ең кіші зарядталған дене, яғни ол бөлінбейді деген сөз, иә? Келесісі Кулон заңы дегеніміз не дейді? Айтышмын. Айта ғой. Кулон заңы екі нүктелік электрикалық зарядтардың өзара әсерін сипаттайтын заң. Дұрыс айтасың. Келесісі Кулон заңының формуласын кім айтады? F тең, яғни күшталады, иә? тең K Q1 Q1 Q2 бөлінген R2. Q1 Q2 бөлінген R квадрат, иә? R квадрат. Яғни R2 бөлінген. Дұрыс. Кулон тәжірибесі жасау үшін нені қолданды дейді? Кулон тәжірибе жасау үшін не қолданған? Қалай ойлайсыңдар? Кулон тәжірибе жасау үшін нені қолданды? Шкала. Яғни аспал таразыны қолданған, иә? Таразыны. Екі жақ шетіне жаңағы зарядталған шарларды іліп, сыншы зарядқа жақындатқан кезде олар не істеген? Бұрылған, иә? Жіпкеленіп тұрады, сол бұрылған. Соған қарап, яғни екі дененің жаңағы тартылыс күштерін есептеген. Келесі пропорционалдық коэффициент нешеге тең дейді? Жаңағы формуланың ішінде F тең K деп тұрмыз, осы жердегі K нешеге тең дейді пропорционалдық коэффициент? K K нешеге тең? K тең 1 бөлінген. Жоқ. 1 бөлінген, иә, формуласы, иә, ол 1 бөлінген. 4. Кім айтады? 4. K тең 1 бөлінген 4 пи эпсилон 0 эпсилон, иә? Яғни бұны есептейтін болсақ, 9 көбейту оның 9 дәрежесі. 9 көбейту оның 9 дәрежесі. Келесі, Кулон заңы орындалу үшін қандай шарттар орындалу керек? Қандай шарт орындалу керек Кулон заңы орындалу үшін? Және өздерің айтып отырғандай, Кулон заңы екі дененің тартылысын сипаттайды, әсерлесуін сипаттайтын шама күш, ол болу үшін, жаңағы орындалу үшін қандай шарт орындалу керек? Зарядтардың нүктеде болуы, яғни зарядталған денелер ара қашықтығы алардың өздерінің өлшемінің әлдеқайда үлкен болуы керек. Яғни екі зарядтың болуы, олардың ара қашықтығының болуы. Дұрыс. Келесі, электр зарядының өлшем бірлігін кім айтады? Яғни Q-дің өлшем бірлігі қандай дейді? Электр зарядының өлшем бірлігі C. C жүйесінде өлшем бірлігі қандай? Электр зарядының Q-дің. Кулон, кулон. Электр зарядының өлшем бірлігі кулон. Кулон. Келесі. Жаңа тақырыпқа байланысты бір кішігірім видео көрейік.
Жақсы, рахмет. Бұл видеодан біз нені көре аламыз? Осы видеоға қарап не айта аламыз? Не көрдік видеода? Кім айтады? Бұл видеода электр өрісі, яғни магнит, Яғни заттардың тартылып тебілгенін көрдік, е? Магниттардың. Аха. Тартылысы Электрлік тебілісін- таққа шарлардың тартылуын көрдік. Шарлардың тартылуын көрдік, жаңағы пластмасс құбырға жаңағы Электр көпіршіктің зарядқа. тартылғанын көрдік. Көпіршіктердің тартылуын көрдік. Екі фольганың бір-бірінен немесін көрдік, тебілгенін көрдік, е? тебілгенін көрдік. Жасады ғой қолдан. Е, Ендеше біз тағы да бір мысал келтірейік. Бір жіпке шар ілетін болсақ, және оны электрленген шыны таяқшаға жақындатсақ, біз суретте көріп тұрғандай, екеуі бір-біріне тартылады екен. Ендеше екеуі әсерлесіп жатыр деген сөз, е? Тартылады. Күш пайда болды. Онда электрлік әсердің берілуі процесіне негізі ауа қатыспайды дейді. Ауаға қатысы жоқ, е? Қатыспайды. Ондай болса, зарядталған денелердің өзара әсерлесуі не арқылы жүзеге асады деп ойлайсыңдар? Өріс арқылы жүзеге асады. Неге Өріс екеуі арқылы. тебіледі Өріс немесе- арқылы. Өріс арқылы, дұрыс айтасың. Өріс арқылы екеуі тебіліп немесе тартылып тұр, е? Болады. Иә. Ендеше жазып қояйық. Зарядталған денелердің айналасында электр өрісі болады екен. Зарядталған Электр денелерде өрісі ғана болады екен. Зарядталмаса болмайды деген сөз, е? Зарядталған денелердің айналасында электр өрісі болады. Электр әсерлесу осы өріс арқылы жүзеге асады екен. Сонымен электр өрісі кез келген зарядталған денелердің айналасында болады екен, және заттардан ерекше материяның айрықша бір түрі болып табылады екен. Яғни біз білеміз, зат, дене дегенді білеміз, е? Зат деген жаңағы мыс, темір деген сияқты, дене деген жаңағы компьютер, үй, машина кете береді, осылар дене болған. Енді үшінші бір материяның бір түрі дейді, ол өріс дейді. Көзге көрінбейді, бірақ оның әсері бар дейді. Яғни тебілу мүмкін, немесе тартылу мүмкін. Енді мына суретке назар аударайық. Электр өрісінің зарядтарының маңайында пайда болатын өрістердің күш сызықтары қандай? Күш сызықтары. Енді бірінші сол жақ шеттегі суретке қарайтын болсақ, мұнда оң зарядталған нүктелік заряд тұр, е? Оң зарядталған. Сызықтарына қарайтын болсақ, сызықтары зарядтан шығып жатыр. Стрелкасы. Шығып жатыр. Иә. Терісте қалай болып тұр? Олар кіріп жатыр, керісінше. Ол тартылып тұр терісте. Күш сызықтары кіріп жатыр. Еніп жатыр. Күш сызықтары кіріп жатыр. Еніп жатыр. Ендеше жеке оң зарядталған айналасында пайда болатын өрістің күш сызықтары міндетті түрде сыртқа бағытталады екен. Суретін сызған кезде міндетті түрде сыртқа бағыттайды екенбіз, жаңағы оң зарядтікі. Теріс зарядтікі міндетті түрде жаңағы зарядтың өзіне бағыттайды екенбіз. Енді екі зарядтың әсерлесуін қарайық. Бізде бірде оң заряд тұр, және теріс заряд тұр. Екеуі қалай әсерлесіп жатыр мына суретте? Тартылып жатыр ма, тебіліп жатыр ма? Оң зарядтан Оң заряд ол итеріп жатыр, ал минус заряд ол қабылдап жатыр. Қабылдап Оң жатыр. заряд теуіп жатыр, тартылып жатыр. теріс заряд тартып жатыр, е? Сонда біз екеуінің әсерлесуі, яғни екеуі тартылып жатыр. Яғни жалпы әр зарядтар бірін-бірін тартады, е? Тартады. Біреу плюс, біреу минус болып тұр. Жақсы. Енді мына суретке қарайық, не көріп тұрмыз? Тебіліп жатыр. Дұрыс айтасың. Мұнда тебіліп Мына екі жатыр. зарядқа қарайтын болсақ, екеуі тебіліп жатыр. Бір-бірімен тебіліп жатыр. Сызықтарына да қарауға болады, е? Екеуі тебіліп жатыр. Өйткені олар бір аттас. Дұрыс айтасың. Екеуі де плюс. Аттас, Екеуі әрекеттеспейді. Аттас зарядтар бір-біріне тебіледі. Жоқ, әрекеттеспейді деп айтпаймыз, әрекеттеседі, бірақ та тебіледі. Бірін-бірін таппайды, тебіледі. Тебіледі деп айтамын. Иә. Келесі, электр өрісін көру немесе ұстау мүмкін емес. Оны білеміз, е? Көре алмаймыз, ұстай алмаймыз. Электр өрісінің бар немесе жоқ екендігін тек қана оның әсер арқылы ғана біле алады екенбіз. Ендеше осы жерден сендерге бір мынандай бір эксперимент көрсетіп өтейік. Бізде виртуальный лабораториялық жұмыстар бар. Өздеріңе де кіруге болады, PET деген.
Осы жерден бізге баллон және статикалық электр өрісі дегенді таңдаймыз. Симулятор, иә, бұл симулятор деген. Енді осы жерден біз шарды алып, жүннен тоқылған жемпірге үйкейтін болсақ, және оны алып қабырғаға жақындататын болсақ, не байқадық? Ол жазды. Терістеп давай. Қабырғаға Жабысып қалды, иә? тартты. Жабысып қалды, тартылды. Қабырғаға. Не себептен тартылды деп ойлайсыздар? Өйткені ода плюс заряд. Мысалы үшін шарда Минус плюс заряд болса, заряд. ал қабырда минус заряд болса, сонда тартылды деп ойлаймын. Біз тек қана айта аламыз, олар Иә. әріптес екенін біле аламыз, иә? Қабырға мен шар әріптес Иә. сондықтан екеуі Иә. тартылып тұрған білеміз. Бірақ қайсысы минус, қайсысы плюс біле алмаймыз. Соны білу үшін қайтадан көрейік. Жемпірге үйкейтін болсақ, теріс зарядтар шарға жиналады екен, көріп отырғандай. Енді бұны қабырғаға жақындататын болсақ, қалай бір-бірімен Теріс әрекеттесіп заряд. кететінін көруге болады, иә? Теріс зарядтар оң зарядтарға тартылып тұр, бірақ Иә. қабырғадағы теріс зарядтар тебіліп тұр. Теріс. Келесі, электр өрісінің негізгі қасиеттері қарапайым тәжірибелер арқылы анықталады дейді. Зарядталған дененің электр өрісі осы өрісте кез келген зарядталған денеге қандай да бір күшпен әсер етеді дейді. Біз бірақ білмейміз қандай күшпен әсер ететінін, бірақ ол күшті болуы мүмкін немесе әлсіз болуы мүмкін. Енді нәуір суретке қарайық. Иә. Қай суреттен біз нені көріп тұрмыз? Гильзамен жасалған тәжірибелер дейді. Гильзамен елініп тұр гильза, және оған бір шыны, плюс зарядталған. Екеуінің арақашықтығы алыс болып тұр, ешқандай әсерді біз көріп тұрған жоқпыз, біріншісінде. Екіншісінде не көріп тұрмыз? Жақындады біраз. Біраз жақындады, үшіншісінде қаттырақ жақындап тұр, төртіншісінде Иә. күшті жақындап тұр. Сонда біз не айта аламыз? Бірінші осыған қарап? жақын. Неғұрлым арақашықтығы жақын болған сайын күш Өрістің қандай болады? күштірек екенін білеміз. Дұрыс айтасың. Соғұрлым Күшті әсер күшті. Өріс күштірек болады екен, арақашықтығы жақын болған сайын, алыс болған Иә. сайын әлсірей береді. Ал алыста әлсіз болады. Әлсіз болады екен. Нәуір суретке назар аударайық. Бағанағы біздің суретіміз теріс заряд немесе оң зарядтардың бір-бірімен әсерлесуі, яғни бір-біріне тартылыс күші көруге болады. Біз көзбен көрмегендіктен бұны жаңағы өлшеп сипаттауға болады. Күш сызықтарын. Екіншісі жаңағы екеуі де оң болса тебілгенін байқауға болады осы суретте. Яғни бұл сұрақтардың жауаптарын негізгі ағылшын ғалымдары Майкл Фарадей мен Максвелл жаңағы жетілдірген екен өз еңбектерінде. Зарядталған денелерді қоршап тұрған кеңістік басқа денелердің айналасындағы кеңістіктен өзгеше болады дейді. Және зарядталған денелердің айналасында электр өрісі болады дейді. Электрлік әсерлесу осы өріс арқылы жүзеге асады дейді. Яғни осы өріс арқылы екі нүктелік зарядтар тебілуі мүмкін, немесе тартылуы мүмкін. Электр өрісі кез келген зарядталған денелердің айналасында болады. Және заттардан ерекше материяның айрықша бір түрі болып табылады. Оны көру немесе ұстау мүмкін емес. Электр өрісінің бар немесе жоқ екенін тек қана оның әсері арқылы біле аламыз дейді. Электр зарядталған денеге әсер ету күшін электрлік күш деп атаймыз екен. Электр өрісіне түскен бөлшек осы күштің әсерінен үдеу алады дейді. Оны Ньютонның екінші заңы арқылы анықтауға болады екен. Электр өрісінің графиктік кескіндеу үшін Фарадей заманынан бастап күш сызықтары қолданылады екен. Күш сызықтары, электр өрісінің күш сызықтары деп сол өріске орналасқан оң зарядталған бөлшекке әсер ететін күштің бағытын көрсететін сызықтарды айтамыз. Және де осы күш сызықтары міндетті түрде параллель болады екен, яғни бір-бірімен қиылыспайды екен. Электр өрісінің негізгі қасиеттері. Зарядталған дененің электр өрісі осы өрісте кез келген зарядталған денеге қандай да бір күшпен әсер етеді екен. Екінші бір қасиеті, зарядталған денеге жақын аралықта өріс күштірек болады, ал алыста әлсіздеу болады дейді. Осы екі қасиеті бар екен. Енді біздің негізгі ұғымға келейік. Электр өрісі кернеулігі деген бізде бір ұғым бар. Электр өрісінің кернеулігін кернеу емес, кернеулік деген, кернеулік.
кернеулікті біз е деген әріппен белгілейді екенбіз. Мына суретке қарайтын болсақ, е деген әріппен белгілейді екенбіз. Ол да векторлық шама екен. Оның бір бағыты бар, иә? Бағыты бар деген сөз. Осы кернеулікті табу үшін біз екі нүктелік зарядтың F-ті Q-ға бөлеміз. екі күшті, Q-ға бөледі екенбіз. Ережесін оқып кететін болсақ, электр өрісін зарядталған бөлшектер мен денелерге күштік әсерін сипаттайтын векторлық шама дейді. Ол электр өрісінің белгілі бір нүктесіне қойылған нүктелік зарядқа әсер ететін өріс күшінің сол заряд шамасындағы қатынасына теңдік. Яғни біз күшті Q-ға бөлу керекпіз, иә? Күшті зарядқа бөлу керекпіз. Өлшем бірлігі қандай деген сұрақ туады? Бұның өлшем бірлігі вольт бөлінген метр немесе ньютон бөлінген кулон. Екі өлшем бірлігі бар екен. Енді қорытындылай келе, эристатикалық өрістің күш сызықтарының қасиеттері мынандай екен. Үш қасиеті бар екен. Күш сызықтары үздіксіз болады екен. Күш сызықтары қиылыспайды екен. Параллель болады, қиылыспайды деген сөз. Күш сызықтары әрқашанда өткізгіш беттеріне перпендикуляр бағытталған болады екен. Яғни 90 градусқа бағытталып тұрады деген сөз. Енді сендерге мынандай есеп, мына есепті қазір бағанағы формуланы қолданып, осы есепті шығарып, сосын өзіміздің WhatsApp тобымызға фотосын түсіріп жіберсеңдер, осыған бір Жібереміз бе? 2 минут бөліп алайық. Бірінші топ жаңағы біздің списоктағы күнделік кезектегі 10-ға дейінгі балалар бірінші есепті шығарады, 10-нан кейінгі балалар екінші есепті шығарады. Және соны шығарып болғаннан кейін 2 минут берем, жаңағы топқа жібересіңдер. Онға дейін мен мына жерден тобымыздың ашық немесін ашып қояйық. Яғни осы жерге жіберетін боламыз. Бірінші есепті бір қабат талдап өтейік. Электр өрісіндегі 4/10-ның -6 дәрежесі кулон дейді. Кулон деп тұрса ол заряд деген сөз, заряд Q. 0,2 ньютон күш әсер етеді дейді. Күш беріліп тұр бірінші топқа. Осы нүктедегі электр өрісінің кернеулігін табыңдар дейді. Яғни бағанағы E деген шаманы бізге табу керек болады. Екінші топтың есебіне назар аударайық. Кернеулігі дейді. Яғни E тең болады. Бізде F табу керек. Табу керек. Және екінші бір нәрсе бар, үдеуін табу керек. A-ны табу керек. Аха, дұрыс айтасың, A-ны табу керек. Ал кеттік ендеше. 2 минут уақыт беріледі. Кімнің есебі жартылай шықты, кімдікі толық шықты, уақыт кеткен кезде группаға жібере берсеңдер болады. Үлгермесеңдер, енді үлгермедіңдер. Кім үлгерді, сондықтан жаңағы бағалайтын боламыз. Тексеріп қойып, жүрген оқушыға барып екен, әлі ешкім бермепті. Бірінші есептер келіп жатыр. Айдана жіберіпті, Елхан.
Айданадан бастайық. Енді бұл есепті талдап көрейік, иә? Сіздер көріп тұр ғой, иә? Бірінші есепке қарайтын болсақ, формуласын дұрыс жазған, иә? E тең болады, F бөлінген Q. F-тің орнына 0,102 қойған, дұрыс. Q-дің орнына 4,16 дәрежесі. Минус, иә? Минус қатынасын алған. Бөлген кезде 0,5 шығып тұр, иә? 0,5 көйту 16 дәрежесі. Дұрыс. Минус болып тұр, алымнан шыққанда плюс болады. Жалпы жауап бізде сонда 5 шықты, 5. Кернеулігі 5 қатен. Екінші есепті қарап өтейік, шығарылмаған балалар болса. Екінші есеп кішкене күрделі болған. Мұнда бізде кернеулік беріліп тұр. Зарядтың жаңағы электронның шамасын өзіміз алдық, иә? 1,16 көйтілген 10,19 дәрежесі. Массасын өзіміз алдық, 9,1 көйтілген 10,31 дәрежесі. Табу керек болған үдеуді және күшті табу керек болғанбыз. Күшті тапқан кезде дұрыс жазылсын, F тең EQ. Яғни кернеулікті зарядқа көбейттік, е? Ньютонның екінші заңы бойынша F тең EMA. Осы жерден жаңағы үдеуді таптың. Күшті массаға бөлдік, е? Массаға бөлдік. Бірінші күшті тауапсың, қатесі жоқ екен. 6,14 көйтілген 10,14 дәрежесі. Дұрыс. Үдеуді тапқан кезде күшті массаға бөлдік. Сонда бізде 0,7 топ шамамен көйтілген 10-ның неше дәрежесі? 17 дәрежесі, 17 дәрежесі. Дұрыс. 17 дәрежесі. Қалған балаларды көрейік мұнда. Неше бала жетті? Амина жіберіпті. Аминанікі де солай шығыпты, 0,17. Екінші есебі 7 шығыпты. Дұрыс. Қалғандарымыз шығарып үлгермедік қойды, онда әрмен қарай кете берейік. Бізде келесі осы өткен сабақты қайталаймыз. Quizlet деген сайттен сөйтемізді қойайық. Интернет желісі әлсіреп тұр. Al kеттік онда бастайық. Си жүйесіндегі зарядтың өлшем бірлігі қандай дейді? Кім айтады? Кулон. 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 Тексеріп көрейік. Кулон деген. Кулон екен. Дұрыс. Келесі сұрақ. Заряды жоқ, бейтарап. Не нәрсе? Нейтрон. Нейтрон екен. Дұрыс. Келесі сұрақ. Атом ядролық моделін ұсынған ғалым. Резерфорд. Резерфорд, иә? Оны 7-ші класстан білеміз. Тексеріп көрейік. Резерфорд. Келесі. Электр өрісінің кернеулігі. Voltmetr so'ran keyin voltmetrdan keyin Newton bölüngen Colt. Oy. Newton bölüngen Coulomb. Coulomb. Dұрыс. Келесі. Электр өрісі ұғымын енгізген ғалым дейді. Майкл Фарадей.
Майкл Фарадей. Майкл Майкл Фарадей екен. Майкл Фарадей. Келесі сұрақ. Теріс зарядталған элементтер бөлшек. Электрон. 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 Электрон екен. Теріс зарядталған электрон, минус. Келесі өрісін элементке болатын оң нүктелік заряд дейді. Сынақ заряд. Сынақ заряд. Сынақ заряд көрейік. Сынақ заряд екен. Дұрыс. Электр күшінің өлшем бірлігі. Ньютон. 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 Ньютон екен. Дұрыс. Электр тоғын өз бойларынан өткізбейтін заттар. Диэлектрик. Пластик, резинка, әйнек. Диэлектриктер, әйнек жатап тұрса сосын Ағаш. Ауа. ағаш жатуы мүмкін. Ағаш жатады. Ауа. Ауа, резинке. Яғни біз білеміз, жылу өткізбейтін заттарды жатқызуға болады, олар да жаңағы электр тоғын өткізбейді екен. Келесі. Бірін тебет дейді. Аттас заряд. Аттас. Дұрыс, аттас болса, бірін тебет екен, е? Енді бізде симуляторда бізде тағы да бір сіздерге көрсететін бір эксперименттік экспериментimiz var. Nerede? Зарядтарға байланысты мынандай кішігірім сендерге осы жерде мынандай сұрақ. Егер де сендер джемпер немесе шуба киіп алсаңдар, белгілі бір темір, машинаның есігін, болмаса бір басқа бір адаммен амандасқан кезде қолдарынан не шығады? Ұшқын шығады, е? Ұшқын шығады. Яғни бір тоқ ұрған сияқты болады, сендерде. Ұрған сияқты болады. Соны мына симулятордан байқап көрейік, ол қалай болады екен. Джон Траволта дейді, өздерің білесіңдер, бұл әртісті, иә? Шетелдің әртісі. Енді қол қимылдайды екен, есікке қарай. Есікке жақындатып қояйық. Енді бұның аяғын үйкейтін болсақ, жерге көріп отырсыңдар, теріс тараптаған зарядтар не істеп жатыр? Денесіне жиналып жатыр, иә? Сонда адам жүрген сайын денесіне не істеп жатыр? Тарап жатыр. Тарап жатыр, қараңдар. Яғни денесіне жиналып, келесі бір затпен әрекеттескен кезде сол зарядтар беріледі екен, е? Біз енді кішкене алып тастайық, қалай болады екен. Алып қойайық, е? Енді көп заряд жинақ қойдық. Арасы алыс болғандықтан жиналған заряд өте көп болу керек екен, жаңағыдей емес. Жаңағы электр заряды берілмей жатыр. Тағы да бірлесіп көрейік. Сонда біздің жаңағы басқа денелермен әрекеттескен кезде ұшқын пайда болады осыдан екен. Енді бұны тағы да алысырақ қойсақ не болады екен? Бір көріп жіберейік. Біз осыдан не айта аласыңдар осыған қарап? Өздерің. Яғни біз жермен әсерлескен кезде біз міндетті түрде бойымызға теріс заряд жинайды екенбіз, е? Теріс заряд жиналып тұрады екен. Яғни біздің бойымызда электр тоғы, электр заряды бар деген сөз, е? Бойымызда жиналып тұрады екен. Және де келесі бір заттармен әсерлескен кезде сол заряд келесі денеге өтеді екен. Яғни біз не айта аламыз осы жерде? Заряд жоқтан пайда болмайды, е? Жоқтан пайда болмайды. Тек қана бір денеден екінші денеге беріледі екен. Заряд жоқтан пайда болмайды екен өмірде. Энергия да солай, е? Жоқтан пайда болмайды. Тек қана бір денеден екінші денеге беріледі екен. Мысалға адам аяғы көріп тұрған жерден алып отыр, е? Зарядты. Және де келесі есіктің тұтқасына өзінің зарядын беріп жатыр. Ендеше біз осы симулятордан нені айта аламыз? Заряд жоқтан пайда болмайды. Ол тек бір денеден екінші денеге беріледі дейміз. Тарайды. Ендеше бүгінгі сабақ бойынша блок ағашын бағалап кетейік. Өздерің қай деңгейде тұрсыңдар?
арада мен өздерің қаламшап шығарып, жаңағы белгілеп кетсеңдер болады өздеріңді. Сапа мен ана жерде тұрмын деген сияқты. Жақсы, рахмет. Өздерің бағаларын көрдік. Ендеше, үйге. Осы тақырыптың соңында есептер бар кітаптарында. Сол үшінші есепті шығаратын боламыз. Жаз қойық. Үйге. Үшінші есеп. Номер үшінші есеп. Бүгінгі сабақ бойынша кім қорытындылап кете алады бүгінгі сабақта? Бүгінгі сабақта не өттік, қандай шамаларды өттік? Бүгінгі сабақта біз электр өрісінің кернеулігі туралы өттік. Бұл электрдің бір-бірімен әрекеттесуін ұқтық. Бір-бірімен әрекеттесуін ұқтық. Сонымен қатар бір видеодан біз нені көріп өттік жаңағы? Электр өрісінің әсерінен денелердің әрекеттесуін көрдік, иә? Оны сипаттайтын шама қандай болды? Кернеулік болды, иә? Кернеулік. Ол кернеулік қандай шамаға тәуелді болды жаңағы формуласы бойынша? Формуласы кім айтты жаңағы? Е тең не болды бізде? Формуласы қалай болды? Е тең F бөлінген Q. F бөлінген Q. Дұрыс айтасың. Күш бөлінген жаңағы заряд, иә? F бөлінген Q. Дұрыс. Иә. Тағы да сендерге мынандай сұрақ. Қай ғалым ашып еді жаңағы электр өрісін? Майкл Фарадей. Дұрыс айтасың, иә? Майкл Фарадей ашқан болды. Келесі тағы да мынандай сұрақ. Жаңағы қасиеттерін айтып кеттік қой. Осы электр өрісінің күш сызықтарының қандай қасиеттерін атап өтіп алады? Жаңағы күш сызықтар жаңағы бізге көзге көрінбейді дедік қой. Мысалға, оң зарядталған болса, оның күш сызықтары қалай бағытталды? Итеріледі сыртқа қарай. Сыртқа қарай бағытталады, иә? Олар бір-біріне сыртқа қарай бағытталады. Теріс болса? Ішке қарай тартылады. Ішке қарай бағытталады. Осы күш сызықтарының мынандай қасиеті бар деп жаңа айта кеттік, мен айта кетейін. Олар бір-бірімен қиылыспайды. Бірінші қасиет, екінші қасиет үздіксіз болды, иә? Иә, параллель секілді. Басқа денемен әрекеттескенде ол жаңағы перпендикуляр болады, 90 градуста болады дейді. Осы үш қасиетін ұмытпайық. Жақсы, онда сау болыңдар балалар. Келесі сабаққа осы үшінші есепті шығарып келіңдер. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Сау.